кешеде жиынға шақырып жатқан кездің өзінде де бізде мамандарымыз тарапынан сұрақтар туындап жатыр. Қолайлы орта мәселесі қалай болады, тактильді плитка дегендер не деген секілді. Құрылыс слайдтан ауыстырамыз. Жалпы мен сіздерге былай түсініп беріп кетейін енді. Бұл жерде келесі. Жалпы бізде осы президентіміздің тапсырмасы бар. Жалпы маңызды мәселе мүмкіндігі шектеулі барынша қолайлы жағдай жасауымыз керек. Сол не бойынша негізінен келесі слайд. Негізінен жалпы бізде әлеуметтік кодекс негізінде және де мүгедектердің құқықтарын қорғау туралы конвенция негізінде келесі слайд. Сонымен қоса арнайы біздің неміз бар, СНИП-теміз, яғни ол қолжетімділікті қалыптастыру бойынша арнайы жобалау туралы жалпы ереже. Жалпы қазіргі осы 2023 жылдың шілде айынан бастап бізде Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодекс қолданысқа енгізілді. Сол әлеуметтік кодекстің және де кәсіпкерлік кодексінің негізінде осы департамент жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін негізінде және профилактикалық бақылаудың нәтижесінде біздер тексерістерге шығып, сонымен қоса ұйғарымдар нұсқамаларымызды беріп, әкімшілік айыппұл саламыз. Келесі слайд. Жалпы негізінен қолайлы орта қалыптастыру ол тек қана пандуспен шектелмейді. Қазіргі көп осы қоғамда белең алған жалпы негізгі түсінік. Бірақ та сіздерде ең бірінші ғимараттың орналасқан аумағы, ғимараттың кіреберісі, ғимараттың ішінде жүру жолдары, яғни эвакуация, қызмет көрсету орындары, санитар гигиеналық бөлмелер, объектідегі ақпараттық жүйелердің барлығы осы мүгедектігі бар адамдарға бейімделу керек. Мына суреттен көріп отырғандарыңыз бұл манағы парковкада, например, автотұрақ дейміз. Оның да өзіндік несі бар, өлшемдері бар, және де арнайы белгі қойылу керек. Жалпы кіреберіс есіктері сіздер табалдырықтарыңыз, пандустарыңыз барлығы арнайы стандартқа сәйкес болу керек. Келесі слайд. Мына жерде мысалы ретінде сіздерді баспалдақтардың бейімделуін көріп отырсыздар. Баспалдақтардың бейімделуінде жалпы бұл жерде тактильді тақташалар міндетті түрде болу керек. Олардың өзіндік несі бар, өлшемдері бар. Сонымен қоса мынау деген сізде кіреберіс әрбір келген уақытта тактильді плиткалардың мынағыдай өзіндік мынаға нелер бар. Бағыттаушы түрлері, сонымен қоса мынаға алдында кедергі бар екендігін білдіретін түрлері болады. Жалпы қызмет алушының қызмет алу кезінде мынағыдай ресепшнде мысалы ретінде бұл мынаға емханаларда, көбіне қызмет көрсететін орындарда болу керек. Арнайы тактильді плиткалар болу, сонымен қоса арбада отыратын адамдағы ыңғайлы төменгі биіктікте болу керек. Сонымен қоса жалпы ғимараттың кіреберісі тактильді плиткалармен және пандуспен бейімделген. Жалпы пандустың ені өздеріңіз білесіздер 120 см болу керек және арнайы перилдар тұтқалар болу керек. Сонымен қоса үнемі схема орналастыру керек. Үнемі схемада барлықта осы ғимарат туралы ақпараттың бәрі болу керек. Сонымен қоса дыбыстық құрылғылар болу керек. Себебі бұл жерде мүгедектігі бар адам өзі емін еркін кіріп шығу қажет болып табылады. Жалпы департамент негізгі міндеті ол біріншіден мынаға жалпы мүгедектігі бар азаматтарды қорғау, әлеуметтік қорғау болып табылады. Мысалы біздер қолайлы ортаны қалыптастыру мәселесін біз бақылау жүргіземіз. Жалпы осы жылы 9 айдың ішінде жалпы 44 тексеріс жүргізілді. Оның ішінде жоспарлы тісіміз 26, профилактикамыз 10, құқық қорғау органдарымен 8. Сонымен қоса осы жаңа айтып кеткен айыппұлдар бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте 83-ші бап бар. Сол 83-ші бапқа сәйкес бізде 3.350.490 теңге айыппұл салынса, осы ұйғарымдарымыздың нұсқамаларының орындалмауына байланысты 6.707.385 теңге айыппұл салынды. Жалпы түсінік осы. Сонымен қоса жалпы осы Атырау облысында қалыптасқан мәселелері бойынша негізінен ең бірінші бізде Сенімші қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Атырау облысы әкімінің мүгедектігі бар зағиптардың мәселелері жөніндегі штаттық кеңесшісі Марат Қуанышұлына сөз бергім келеді. Рахмет әріптестер, жаңа өздеріңіз тыңдап өткендей 2015 жылы конвенция қабылданғаны белгілі, бәрімізге да бұның ол разделік алаңында мәжіліс, парламент депутаттарымыз немесе Республика Қазақстан кодекс бекітілді. Сондықтан да мүгедектігі бар жандарға уважение дейміз ғой, орысша уважение қажеттігі бүгінгі таңда тереңнен айтылып жүр. Біз Алла тағаладан сұрағанымыз жоқ, мүгедек біздер Таңғы бізде осылай жазалады.
застрахованы. Бүгін бар адам ертеңі жоқ, бүгін денсау адам ертең арбада отырады дегендей. Сондықтан да біздер өзіміз тарапқа, денсау адамдардың тарапынан бізге деген көңілдің бөлінуі, бір уважениенің болғанын қалаймыз. Біздің Атырау өңірі бай өлке, мұнайлы өлке деген бюджетіміз жеткілікті, соның өзінде мүгедектігі бар жандарға арналған ешқандай мүмкіндіктің жоқтығы. Алысқа бармай ақ тіпті осы Мүсектің алдында парковканың дұрыс орналаспаған парковка жоқ деуге болады. Жалғыз И деген әріп тұр, парковка такси қоюға мүмкіндік жоқ мына жерде. Жаңа байқасаңыздар. Такси тұрғыздық, артындағы машина кедергі саламыз. Мінекей, осы жерде бастауға болады. Әлбек айтпағанның өзінде. Астаналық аяқтамалар автобустың ішіндегі жағдайға көй көтермейді, сын көтермейді. Себебі толықты сопровождение жоқтығы, автобусқа менің қай аяқтаманы айтып отыратындары, қай жерге келдің, тағысын тағы. Тактильді дорожкада бар, тактильді дорожканың есіктің алдында қазір таңдарды резиновый жол төсеп жатырмыз тактильдік жолдарда. Ауыл қыста күні балшығың бар, қарың бар, аяқтың астында сезілмейді зағип жаны. Оның тактильді дорожканың жаңағы немені жаңа Айбек брусчатка түрі бар. Ол осы дала уличный брусчатка түрлері бар, ол тактильді дорожкаларымыз өзін. Қыста күні аяқтың астына келе жатқанда направо, налево немесе тура табанның астында өзін бұрырмақ стрелка бағыт береді, стрелкаларын орналасады. Осындай жағдайы мына Айбек дейтін тағдырласымыз көбісінен бері осы кедергісіз ортаны қалыптастыруды көтеріп келе жатыр, барып келе жатыр. Не только қала деңгейінде, аудан көлемінде де жаңағы орын алып жатыр келеңсіз жағдайлар. Соның бәрін жүйеге келтіріп уақыт жетпей есептейміз. Сол себептен де бізде тереңнен қозғалатын жайымыз бар. Ол биліктің құлағына жетсін деп жатырмыз, өзінің өмірден өзімізді дәлелдеп беріп жатырмыз. Осындай нәрселердің жоқтығын соған назар аударуларын сұраймыз. Өз атымнан, өз тарапынан айтатыным. Бұл енді облыс әкімінің құлағына жетіп жатқанса, әлі де дәлелді түрде жеткенді есептеймін. Облыс әкімі мүгедектер ішінде кеңесші болғасын жерде осы жерге қатысуға мен мәжбүрмін. Осының барлығы облыс әкіміне алдына жеткізілген, айтылады. Ертеңде облыс әкімінің орынбасары Бейсенбиевтің жиналысы бар, бұл мәселе ол жерде көтеріледі. Енді одан әрі Айбек, Идиятов Айбек дейтін тағдырлас бауырымыз, бірінші сыныптағы көз мүгедегі, осы бала ары қарай өзінің сөзін жалғастырса деген ұсыныс бар. Рұқсат па? Кішкене заместитель. Кешіресіздер, мен телевидениеден келдім. Бізде қазір телевидение кешігіп жатыр. Келе жатырық дейді жолда. Соны ескертіп кетейін сіздерге де. Жаңағыдай Айбек Шәмшіұлы жалғастыра беруімізге болады енді. Сіз кімсіз? Ақылексіз бе? Жоқ, басшы орынбасары қазір міндетін атқарушы. Есімі кім ай? Әйгерім Сағындыққызы. Әйгерім Сағындыққызы. Мына жерге бізді жинап алдыңыздар, иә? Бізді менсінбегенде өздеріңіз жоқсыздар. Это что за воспитание? Кешіресіз. Мүгедекке деген ненің жоқтығы ма, уважениенің? Мінекі осы жерден алуға болады ғой. Өнерді жаңағы нені. Так не пойдет. Бізге енді жаңа жоспар бойынша мемлекеттік қызмет істері агенттігінен сондай жоспар келді. Онда деп айтты, мен жарты сағаттың ішінде үлгерем деп ойладым. Онымен ұзаққа созылып кетті. Кешіресіздер енді. Жаңа 11-де шықтым тек қана, 11-де 10 кеткенде. Бізге 11-ге шақыртып жерге. Жақсы. Мен атым Идаятов Айбек, жалпы осы қаланың тұрғынымын. Өзім осы мәселені өздеріңізге барлықтарыңыз осы департамент ұжымы білет. Ай сайын хаттарымызды тастап жатыр. Хаттарымыздың біреуі нәтижелі болса, біреуі нәтижесі жоқ. Жалпы айтып кететін мәселе қолжетімді орта, манағы Ақтілек айтты ғой өзі. Ол мүмкіндігі шектеулі адам өзі емін-еркін ғимаратқа жету керек. Ғимаратқа жеткеннен кейін ол ғимараттың атауы қандай екенін білу керек. Оны білгеннен кейін, ішіне кіргеннен кейін қандай жерде, қай жерде қандай комнаттардың бар екенін орналасқанын білу керек. Және сонымен қатар ешкімнің көмегінсіз өзінің керекті қызметін алып, емін-еркін шығып кету керек. Дұрыс қой да? Жалпы. Солай ма, Ақтілек?
дұрыс, иә. Қазіргі таңда бұл жағдай ондай емес, өкінішке орай. Мемлекеттік мекемелердің өзіне кірген жағдайдың өзінде есігін таба алмайсың. Есіктің алдына тұрған жұмыс кестелерін оқи алмайсың. Тақтайшаларда дейтін тұрған мәліметтерді оқи алмайсың. Және ішіне кіргенде қай жерде қайда кабинет екенін біле алмайсың. Осының барлығы біздің ашуымызды тудыратыны сөзсіз. Себебі дейтін біз президентіміздің сайлауды бағдарламасына сай, жалпы жолдауларына сай, мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолжетімді ортаны қалыптастырыңдар деген сөзі, және Қазақстанның өзінің 2015-те қабылдаған халықаралық заңнамалар бар. Халықаралық заңнамалар не дейді? Ол жерде мүмкіндігі шектеулі адамдарға Қазақстан Республикасы толықтай қолжетімді ортаны жасайды. Олар қоғамда бір деңгейде, бір дәрежеде, ешкімнен кеміспей оқу керек болатын болса, жүру керек болатын болса, қыдыру керек болатын болса, барлығында тең түрде болу керек деп Қазақстан өзінің мойнына алды. Соған сай біздің заңдарымыз бар. Кейбір заңдар дейтін бір-біріне қарама-қайшы болып жатады, ондай тұстар да бар. Бірақ оған қарамастан, сол мемлекеттік мекемелер сұрайтынымыз соған дұрыс мән берсеңіздер деймін да. Себебі сіздердің жұмыс жасау бағыттарыңызға қарай біздерге қолжетімді орта қалыптасады. Біз негізі жалпы кәсіпкерлердің есіктерін бар тоздырып, сіздерге келіп хат жазып, ондай нәрсе негізі істелінбеу керек. Жалпы өзі системаны жұмыс жасау керек. Қазіргі таңда біз дейтін мысалы Infinity Mall'ды алайық, Байзарды алайық, басқасын алайық. Барамыз, фотоға түсіреміз, арыз жазамыз, өтініштен жібереміз. Сондай не болып кетті да. Сондықтан мен өзім ойым, мемлекеттік мекемелер өздерінің жұмыстарын жақсы атқарса, және біздермен бірігіп, біздер үшін істеліп жатқан нәрсе бізбен бірдей болса деймін да. Себебі қазір бана айттым ғой, мемлекеттік мекемелердің өзінде тақтайшалар дұрыс жазылмаған, қалай болса солай жазылып жатыр. Оның дейтін осы ғимарат ұжымы дейтін еңбек және әлеуметтік мекеменің ұжымы оны оқи алмайды. Көзде фотода нүктелі бар, болды. Сонымен жабылып қалады. Ол негізі олай болмау керек та. Егер барлықтарыңыз білетін болсыздар, комитет интеграция ма, соның стандарты бар. Сол стандартта тоже нақты көрсетілген мүмкіндігі шектеулі адамның қандай жағдай жасалу керек. Сіздер сүйенетін құрылыс стандарты емес, тағы да одан бөлек тағы басқа стандарт бар. Соның барлығы ескерілсе деймін да. Біздерге қолжетімді ортаны біздер үшін жасап жатсыздар ма? Біздер үшін қол оқылса. Және қоғамдық көліктер мысалы. Қоғамдық көліктен біреу келді ма? ЖКХ бар ма? ЖКХ транспортный отдел? Жоқ. Жалпы көшелер мысалы алайық. Соның барлығы бізге кедергі. Сол мәселе көтерілгендіктен біз дейтін осылай жиналып, осыны талқылап, Марат ағамыз айтқандай бір шешім болу керек деп ойлаймыз. Сол жалпы мен айтамын. Сіз өзіңіздің бізге түсірген жалпы шағымыңызда мониторинг топ бойынша айтқан екенсіз да? Сол мониторинг топ бойынша айтып жіберсеңіз, сіз ешқандай мониторинг топқа кірмегенсіз ба сонда? Мен жалпы мониторинг топта қазір данный момент ешқандай мониторинг топта жоқпын мен. Горсовет кеше маған айтқан, сен қосылды деп бүгін шығамыз бұйырса обедтен кейін. Бірақ осы уақытқа дейін мен мониторинг топ бір кімнің кезінде Алия ма, кім еді? Болды ғой, әкім кеңесшісі. Соның кезінде бір рет шықтық бәріміз. Жанат па, я, соның кезінде бір шықтық, болды, содан кейін жоқ қой. Жалпы мен өзім жеке белсенділік танытып, қасыма дос баламды алып, біреулер таныс тамырларымды алып жүріп, фотоға түсіріп, анықтап
сөйтіп жүрмін. Мен жалпы былай мемлекеттік мекемелердің құрамында жоқпын, мониторинг. Біздерге жалпы Айбек Шамшиннің өзі көптеген арыздар түсіп отырады ғой. Оны қарау барысында біздерде енді біршама кедергілер болады. Өзімізде де проверка шыққан өзінде біз хотя госорган болсақ та, бізге де мысалы көптеген проверканы жүргізу үшін нелерге, кедергілерге тоже кездесіп отырамыз. Мәселен, біз уже Айбек Шамшиннің өзі де біледі. Біздер мысалы бизнес сәйкестендіру нөмірлерін таба алмаймыз, индер таламыз, именно кәсіпкерлікке қатысты. Кәсіпкерлік палатасынан басқармадан сұрамыз еді. Біздер мысалы ретінде иіндарын таба алмаймыз. Біздер официально запрос береміз. Қажет жоқ. Интернетте любой компанияның, даже ИП-ның несін терсең, барлығының бейіні интернетте тұр қазір. Интернеттен шықпайтындар біз бір способты көрдік. Доступ болмаса қандай шығады, доступ болмаса? Интернетке шығады. Сізге тіркелген болса шығады ма обязательно? Ол тіркелмей жатқан мекеме. Мысалы ретінде магазинді беремін сізге онда, жиналыстан кейін. Көріп көріңіз. Қандай магазин? Бізде көп онда магазин списоктер, которые біз таба алмаймыз. Магазиннің атауы бөлек бұл. Атауы бар. Вот именно осы кімге қатысты магазин ИП-ларды. Магазин кірдіңіз, аты жадыра болуы мүмкін, иә? Сіз бағанда оны басқа арендаға алып тұрған адам бар ғой мысалға. Сол ИП бар, аренда алып тұрған. Содан хозяйнын аласыз, болды сол жерде. Олар өздері білмейді. Сіз касса аппаратпен жұмыс істемей ме қазір? Касса аппараты жоқ сол. Оны да көрдік біз. Магазинге барып, товар аламыз. Товардың ішінде кассасын көріп, уведомление жасай аласыз спокойно. Уведомление бергенде ол кісілер айтады, сіз менің құқығыма шек келтірмеңіз, сіз маған дейді, айтады ғой, принудительный түрде мені ала алмайсыз. ИП-сына бересіз. ИП-сының өзін айтып тұрғаны сол, біз магазинмен барамыз, біз заявление магазинде жазылады ғой. Магазиннің атауымен барамыз, хабарламасын береміз. Списоктысы бар ма олардың? Кісілер келіп жатыр, біздер көріп жатқан жоқ, кісілер келіп жатыр, естіп жатыр, кімдерге бар бұл жерде, кімдер келіп жатыр? Мен бармын, құралай бар бұл жерде, құрылыс бар, екеуге. Құрылыстан кім келді? Здравоохранение бар, предпринимательство бар, атамекен бар. Сен атамекенсің ба? Кім бар? Ринат бар. Облздрав бар. Сол здравоохранение. Бүгін күнге ана айтып отырсыздар, әкімшілік полициядан шақыртуларыңыз керек еді. Бізге конкретный вопростарды айтыңдар, иә? Мысалы, есіміңіз кім? Ақбөбек та? Ақбөбек, кәсіпкерлік басқармасы. Конкретно, мысалға, неге байланысты? Егер де жолға байланысты болатын болса, оны біліп отырсыздар, иә, ЖКХ несін. Ал енді мына не жаңа кәсіпкерлік нысандар ғой, основной вопрос, да? Кәсіпкерлік вопростың, кәсіпкерлік нысандардың мысалға сыртқы несі бар ғой, қабылдайды ғой? Қабылдайды ғой. Қабылдайтынды сол жердің мысалға қалалық или аудандық несі ғой. Жоқ. Сұрақ қазір андай да. Жалпы сіз енді өзіңіз кәсіпкерлік палатасы, басқармасы дедіңіз ғой да. Жалпы кәсіпкерлер қарапайым халыққа, тұтынушыға қандай ақпарат беру тиіс? Мына, просто қысқаша айтып кетіңізші. Кәсіпкер ме? Кәсіпкер, мысалы мен бір дүкенге барам, мен ол кәсіпкерден қандай ақпарат алуыма құқығым бар? Мысалы, жұмыс кестесі, атауы, сондай сияқты. Бар ғой заңда. Кәсіпкерлік кодексі бар ол, тұтынушы кодексінде бар. Ол кәсіпкер өзінің бизнесін жүргізу үшін? Жоқ, оны айтып отқан жоқпын мен. Тұтынушы кодексінде бар, ақпарат бар. Кәсіпкер тұтынушыға қандай ақпарат беру керек, яғни оның атауы, қандай ИП-мен айналысып атқаны, жұмыс кестесі, сол ақпарат беруге міндетті ғой? Міндетті. Енді қараңыз, біз сол ақпаратты ала алмаймыз. Себебі оның дүкеннің алдына жазылып бар атауы бізге оқылмайды. Вот мәселе осыда болып тұр да, көріпсі, біз магазинге барамыз, бірақ қандай магазин екенін, қандай ИП екенін, оның жұмысы қандай, оның несі қандай, бұл соны біле алмаймыз біз. Біз оны білу үшін департамент трудаға жазамыз, департамент труда маған жауап береді, бейін таба алмаймыз дейді. Қалай ол? Мен айтамын, қалай бейін табылмайды, егер бізді қазір электрон ашық ақпарат болатын болса. Мысалы, мен осы кісілердің дейтін маған жазған жауабында осындай
ас болсын, Майчекин сияқты ғимараттардың атауы біз биін таба алмадық дедік. Маған жауап берді. Мен алдыма налогыға жаздым, налогы маған бәрін сізге деп берді. От үйді. Енді мына жерде мынандай ой туады да, мен ешкімді не істемеймін, қараламаймын. Неге мына кісілер таба алмады, неге мен таптым деген сұрақ болады да. Жоқ, бұл жерде департамент өзі таба алмаса, неге... Жоқ, неге налогыдан алып беруге... Налогыға жаздық. Біз жазып тұрмыз налогыдан. Налогы бұл жерде маған ответ беріп тұр ғой. Получается, біз береміз, например, олар алады, бізге айтады, бізде жоқ дейді. Біз ондай мағлұмат бермейміз деп береді. Бізде оның ответ хаттары бар, иә. Бұл Айбектің өзі жаса, оған береді. Сондай болып тұр бұл мәселе. Бұл жерде сол ғой, кәсіпкерлікке қатысты біз мына магазиннің атын білеміз да, дальше ары қарай біз білмейміз ғой. Кімнің ипсына принадлежит, главный принадлежит. Тұтынушы ретінде біле аласыз ғой, қандай ип екенін. Тұтынушы ретінде сіз толықтай білуге негізі құқыңыз бар, себебі тұтынушы кодексінде бар жазылған қандай ип, не ип айналысатыны, атауы, мысалы. Дұрыс қой да, Ақбибі ханым? Дұрыс па? Дұрыс. Бірақ біз мемлекеттік орган ретінде жоқ, сіз мемлекет орган емес, сен қарапайым тұтынушы ретінде барып, біз қалай қарапайым? Айбек, бір вопрос. Айбек, былай олар ғой, егер де арыз түскен жағдайда, арыз мемлекеттік органға түскен кезде, мысалға, біз барып, сол неге барып, требовать ете аламыз. Ал енді қазір мысалға деген неше біздің неде қаланың өзінде 26 мыңға кәсіпкерлік нысан бар. Оның қаржыйына барып, қазір барып, ана не проверканы жүргізе алмаймыз біз. Ол оның несі бар, заңдылығы бар барлығына. Ал егер де кәсіпкерден не түскен кезде барып несие аламыз. Содан кейін ақпарат сіздерде бар ғой, солардың ақпараттар қайда 26 мыңнан? Жоқ. Олар ақпараттар міндетті емес беруі. Сосын ол қандай ақпарат береді? Мен сізге ғана айтып отырмын ғой. Кәсіпкер Парижі, кәсіпкер Түгесі, Иванов, Петров. Иә, сол ғой. Баттаға қалалықта болады ол. Қаланы шақыру керек еді сіздерге. Қалалықта? Иә, қалалы. Қалалықта негізі кеше кәсіпкерлік шақырған сонда барып келеді деп айтқан жоқ қой енді. ИП соған барады, налог төлейді. Содан кейін барады. Жоқ, біз негізі запрос. Жоқ, кешіріңіз. Мысалға деген бүкіл қаладағы бәленбай жаңа нысанның барлығы біздің қолымызда болмайды ол. Бізде налогыдан аламыз. Бізде салық басқармасы. Бұнда бізде нақты сұрағымыз болып бере алмайды сізде басқармасы. Жоқ, мен түсінбейді. Сұрағыңызды өздеріңіз тек жаңағыдай мен отношениемді жөндеп алайыншы мына жерде. Бір жалғыз өткен сияқты болса. Жоқ, енді біз Олай тоқтаңыз. Каждый мемлекеттік органның өзінің қадағалайтын несі бар ғой. Иә. Біздің кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы қадағалаумен айналыспайды. Жоқ, сізге үшін қадағалайды. Енді тоқтай тұрыңыз. Ал енді жаңағы кәсіпкерлікті біз қолдаумен айналысамыз. Біз қолдаумен айналысамыз. Біз олардан требовать етпейміз ештеңе. Сіз білмесеңіз, ол кәсіпкерді қалай қолдайсыз, егер отырған ақпарат сіз білмесеңіз. Ол өзі келеді бізге, неге деген. Жоқ, онда неге сізді шақырды мұнда онда? Жоқ, мұнда адрес бойынша бізді шақырмау керек еді. Онда сол болса, онда неге шақырылды онда сіз дейді? Айбек, менде учебный центрлер бар мысалы. Иә. Оның учебный центрде газетті ашып қарасам, 10-15 шақырым қағаз тауып алуға кез келген тауға. Ал налогыдан сұрап тұрсам, 300-ге жақын учебный центр бар қалада. Оның 150-і просто ашқанда адресі бар, жоқ олар адамдар. Бірақ неде тұр тіркеуде. Ал жыл сайын олардың динамикасы өзгереді, адрес өзгере береді. Мысалы біздерде адреспен баратындар бар. Іздеп адресін налогыдан алып, іздеп барғанның өзіне таба алмай келеді ғой біздер. Онда нелегальный бизнес болып тұр олар. Жоқ, бір жерде мысалы. Жоқ, мен сізге кім, есіміңіз кім сіздің? Қуанғали. Қуанғали, да, қараңызшы. Мен дейтін оны айтып отқан, действующий айтып отқан жоқ. Біз действующий, мысалы, ас болсын деген, Майчекин деген кәсіпкерлері бар. Біз асхана нелерді, тамақ общепит. Ол действующий, жұмыс жасап тұр. Бірақ мен барам, қолжетімді орта жоқ. Түсінесіз? Ол действующий, жұмыс жасап тұрған мекеме. Соның бейінін наксер таба алмай жатыр. Мана осы еңбек және әлеуметтік қорғау департаменті. Маған хатта жауап береді. Біз бейін таба алмадық деп. Сосын мен тұрамда, енді қараңыз. Сосын мен тұрамда бұл кісілер ақпаратына сенбеймін. Себебі майда да сондай ақпарат берген маған. Июльде, августта тағы сондай ақпарат берді. Мен аламды департамент налогыға жазам ғой. Біздің президентіміздің тапсыру манағыда осындай әлеуметтік ашық, электронды ашық ақпараттық осындай дедінде,
маған осындай мекемелер бейін беруіңізді сұраймын дедім, маған бәрін тауып берді. Онда департамент. Енді қараңыз, енді мына жерде мынандай ой туады да, просто неге департамент таба алмады, неге маған берді деген ой туады да. Көрдіңіз да? Понятно же, Онда департамент жұмыс жасай алмай отыр. Жұмыс жасай алмай отыр деген сөз туындады. Сіз осы проверка бойынша жұмыс жасайтын, қазір айтайыншы, татыңызшы. кішкене Құралай Амантурдина сөз берейік, ол кісі осы проверка бойынша жұмыстар жасап жүр. Жоқ, ол жасап отыр ғой. Просто сіздерде былай мынандай түсінік қалыптасып отыр да қазір. Сол ғой енді. Департамент өтірік айтып отқан сияқты. Сол ғой, басқа бұл жерде емес, бұл жерде біз официально біздер запроспен шығамыз, хат жазамыз. Олар бізге официально жауап беру керек. Түсініксіз ба? Жоқ, мен де официально жауап бердім ғой егер енді. сізге беретін болса, мысалы сіз қайтадан арыздануыңызға болады. Жоқ, мен неге сіздер жарты жұмыстарын мен жасау керек, сонда мен сізге бейін тауып береді екен, фотосын тауып береді. Енді сіздер ұйғарым жазып берейін енді. Бұл жерде былай ғой, кәсіпкерлік кодексінің талабына сәйкес убедительное основание и доказательство. Не, фото бар ғой, болды ғой, не керек сіздерге? Сізде фото бар. Енді біз ары қарай бейін иындарын іздеу. Енді тау енді өздерінің жұмыстарын сіздердің. Енді біз запрос жіберіп тұрық қой. Вот көрсе, шикілік бар. Енді көрсетсе бұл жерде Вы не можете работать. Я сол әңгіме сода болып госдоходтан өзінен сұрау керек бұл жерде. Енді ол бізден қараңызшы. Сіз исполнительді беріңізші маған кім екен госдоход. Жоқ, мен сізге ондай ақпарат бермеймін, кешіріңіз. Неге исполнитель беріп тұр ғой енді. Жоқ, қараңызшы, просто андай да, госорган бір-бірімен жоқ, мен физлицо ретінде олар беруге ақты. Мен просто сіздердің хаттарыңызды салдым да. Қараңыз, мен қарапайым халық ретінде оны алдым, и сіздерге мен беру керекпін байшосын. Ну, получается, это... Жоқ, ясы бермей қойыңыз. Неге? Енді мәселені, конкретті мәселені айтайыншы. Конкретті мәселе сол бейін табылмау. Бейін табылатын проблема. Ол қараңыз, бейін табылмағанда просто... Сен гортқа жаздың ба? Горттың налогына жаздың ба? Мен доход, өтініштен, мана госдоходов, департамент госдоходов Атырауской обласында шықты. А сендер кімге жаздың? Облысқа да, гортқа да жазылып жүр. Олар бермейді, олар атылып бермей тұрған. Интернеттен даже мен қазір ИП болып, мысалы, ИП Шарғабаеваны ашсам, Шарғабаеваны ашсам, мен қазір бұл жерде былай ғой, мысалы именно Шарғабаев соны білмей тұр ғой. біз кім екенін білмейміз ғой. Өзі барып тұр, объектісін білмей ме? Өзі барды, мысалы, осы здание. Здание бойынша, не бойынша, адресі бойынша сұрап тұрып қой запросты. Бірақ та ешқандай ответ бермейді госорганнан. Почему-то госдоход алады. Бұл кісі енді госдоход мәселесі бұл жерде неге талқылап отыр? Енді біз айтып тұрық қой, кәсіпкерліктерді не үшін шақырдық біз. Вообще-то бұл жерде кәсіпкерлікті шақырған себебіміз мына жерде. Сіздер енді айтып отырсыздар, сіз кәсіпкерлермен жеке қатынаста жұмыс жасайсыздар, түсіндірсіз ба? Есеп жүргізбейді ғой. Сен қарашы, 900 кәсіпкерлер жұмыс. Госорган кім қарайды? Қалай түскен қарайды деңіз. Сіз кешіріңіз. Сіз мына жерде мүгедектік неде жұмыс жасап жатсыз, иә? Мысалы, қалада 20 мың мүгедек бар дейді. Наизусть білесіз ба бәрін? Білмейсіз ғой. Сол сияқты мен де кәсіпкерді наизусть білмеймін. Нет, мына жерде қараңыздар. Неге кәсіпкер қалай? Жоқ, ал мына кісінің жоқ, точно сұрақ не істеп алыңыз. Мысалы, бейінді ма? Бейінді жазыңыз, бейінді тауып береді. Бейінді даже интернеттен ашсаң тауып береді. Кім тауып береді жазғанда? Интернеттен таба алмай тұрып қой, енді басқа налогы береді. Налогы бермей тұр ғой енді. Жоқ, статтың есінде де бар. Статтан жоқ, былай ғой бұл жерде. Например, Мысалы, магазин. ИП Ақмоншақ деп ашыңыздар шал. ИП Ақмоншақ емес, ИП магазин, я говорю. Жоқ. Айлин, например, да, магазин Айлин. Все. Адрес осындай. Заявление солай тұрады бізде. И потом біз аламыз, госоргандарға жібереміз. Айлин, ладно, магазин тұра береді. Айлин. Ішіне кіргеннен кейін. ИП Ақмоншақ па? Иә, ИП Ақмоншақ ИП Ақмоншақ бар кірші. Ішіне кіргеннен кейін. Соны жұмыс жасап тұрған адамның мен жұмыс жасаған сіз не аласыз ғой мысалға счет аласыз, чек аласыз. Жоқ қой чекте. Беру керек қой. Оларды болмайды, салмайды олар. Қазір айтып отқан мекемелеріңіз мысалы зета жоқ па не? Тұру керек по закону, но жоқ. Су аламыз дейді, бейінін қарау үшін. Қыздар, бұл жерде сіздердің сауатсыздық. Иә, міне сол ғой әңгіме, сода ғой. Әңгіме сода. Ол сіздердің сауатсыздықтарыңыз. Любой мекеме чек беру тиіс. Мекемеге барып, сіз өзіңіз алған табаныңызға чек алмайсыз. Иә. Жоқ, чек беріп тұр ғой, чек беріп тұр, ішінде бейін жоқ деп тұр ғой, сіздер өздеріңіз кішкене тыңдаңыздар дейінші.
кішкене сіз барыңыз сол андай агрессиямен отырсыздар ғой. Біз айтып отырмыз ғой. Біз мына жерде мәселе шешу үшін жинадық, иә, кім Айгерім? Мына жерде ұрыс керіс емес. Мына жерде бізге бейінді қалай таба аламыз? Оны неге мына жерде сақылаймыз? Жоқ, Айгерім, Потому что қараңызшы. бір заявлениеда бізде 30-40 мекемеден 30-40 мекеменің біз налоговыйға жіберіп отырық. Ол жерде запрос жіберіп отырық. Сізге де түсті. Бар сізде де бар. Ответтер бар сізде. Қайда ответтерін көтеріп налоговыйдың барлығын ответін алып келші бері қарай. шығып отыр. Міне иіні қандай? Иіні. Иінмен шықты 99 Әме ол жерде емес. Жоқ, иінмен шығады ғой. Міне шығып тұр ғой. Жоқ, магазин былай ғой. Жоқ, кім Ақлек? Иінмен шығады. Жоқ, қараш, Ақлек магазин, например, магазин Айдана қай ИП-ға жатады? Әмес сол ғой. Налогтан шақырмайсыз. Здесь вы Міне қыздар, Ақлек, міне Ақмошақ деді, аттықты, биіні бәрі шықты міне. Получается, вы не можете работать, или Мына жерде ИП мен жазып тұрған жоқ қой, түсініңіздерші кішкене. Магазиннің атымен жазып тұрған. Магазин қандай деп. Кім эмоцияға берілмес, мына жерге ИП Ақмошақтан жаздық, просто ИП Ақмошақтан жаздық. Ол ғой. Жоқ, міне қараңыз, тұтынушы кодексын ашыңдаршы. Тұтынушы кодексын ашыңдаршы. Сол кезде тұтынушы кодексінде бар. Кәсіпкер тұтынушыға қандай ақпарат беру тиіс. Оның ішінде дейтін атауы, ИП-ның айналысатын мекемесі қандай ИП не сатып жатыр, сол ақпарат беру керек сізге. Ол міндетті түрде чекте жазылып тұру керек ол дейтін ИП, мысалы Айгерім деген сияқты. Чекте жазылды ма, значит ол нарушение жасап тұр. Налог айтың, міне. Неге мынаның чегінде ақпарат жоқ деп сіз уже айтуыңыз керек. Сіз азаматтық позицияңыз ретінде прокуратураға да жазасыз. Сіз кім боласыз? Құрылыс басқармасынан есен Ернар болады. Жоқ, дұрыс қой енді. Енді қараңызшы. Сіздер департамент, сіз де өзіңіздің обращениеңізді дұрыс жасамай тұрсыздар. Иә, вот именно. Сіз таба алмадыңыздар ма, прокуратураға жазыңыз. Прокуратура таба алмайды ма, городской отдел. Тексерте тұр кім бәрі. Негіз айтамын да, таба алмайды. Жоқ, сам элементар, жоқ. Налогқа да бердік біз. Налогқа да запрос жасадық. Сіздер былай ғой, түсініп тұрсыздар қазір ИП арқылы, иә? ИП емес әңгіме бұл жерде. Бұл жерде магазин кому әңгіме ИП-да болып тұр ғой, сол әңгіме. Содан болып тұр ғой. Прокуратура жазыңыз. Милиция жасады топ береді. Енді ол жерде қараңыздаршы, иә, біз үйтіп жүреміз бә? Сіздердің жүрек тиіссіздер Ол жерде мына жерде жоқ, сіздер жұмыстарыңызды сұрап тұрып, қалай ала аламыз, қайдан ала аламыз? Енді айтып тұр қой. Ашық қараудан ба? Жоқ, сіздер айтып тұр қой. Сіздерде қазір мына жерде давайте мәселе шешек, иә? Мына жерде агрессия жоқ, сіз өйтіп интернеттен ашқанда условия қоймай-ақ қойыңыз, Айгерім. тұр деп айтып тұрмын. Мен сізге айтып отырмын ғой. Бұл жерде жоқ, мен сізге айтып отырмын, тұтынушы. Қай магазин тауып өтсіздер? Қайсысы сіздер? Мысалға, Айгерім мысалға өткенде мен бардым, Әсемайдың магазинге бардым. Айгерім, мен Әсемайдың магазинге бардым, балықшыда Дамбиска салғанда Әсемайдың 3 этажды. Барғанды мен ананы іздеген, ана ИП бірдеңемен шықты. Аты бөлек, ал здание басқа бір өзінің атын атыр. Сол сияқты магазиннің атымен біз ешесе таба алмаймыз. Сол ғой. Рет. Айтып тұрған соғы бізде арызда біз магазиннің атымен түседі ғой. Дальше біз кому принадлежит сосын таба алмаймыз. Ол кезге адам здание салғанда ИП-сіне біреуге арендаға беріп оны қойған болды. юстицияға да жаздық, сіздердің басқармаға да жаздық, атамекенге де жаздық, налогыға бердік. Енді Айбек тауып тұр ғой өзі. Как физический тауып да? Өтініш болып бергесін аға, өтінішке. Бұлардан өтінішпен жұмыс жасайды ғой енді. Өтініш болып түсіп тұрғасын, он по-любому жол. Каким-то образом государственный орган табалмайды, частный лицо табады. Государственный орган бермей тұр ғой. Бізге бермей тұр. Олардың да күнәсі жоқ, оларға ответті просто. Жоқ, енді қараңызшы. Онда мына департамент тұрғыдан не керек? Не керек бар иә, вот именно. Дұрыс ақпарат ала алмаса. Құзыреттіктен пайдаланылмай жатқан вот именно сол әңгіме сода болып тұр ғой, вот именно. Біз мүмкіндік шектеулі адам ретінде бұл кісілер. Бірінші мәселе сол болатын болса, сол мәселе бойынша жазайық, онда жазыңыздар сіздер. Басқа мәселені екінші мәселе мониторинг группа. Ертең сіз кіріп жатсыз мониторинг группа. Ернар, мына қазір айтып отырған магазиндеріміз бар ғой, соның алдында
біреулерінде пандус бар, не соответствует. Ол дұрыс, ол мәселе. Не соответствует. Сосын жаңағы лестница бар, лестницаны мысалы мен бір аяғын ақсақ, мен лестница көтеріп маған период ұстау керек. Период жоқ. Лестницаны екі жағы период. Ол мәселе бойынша айтып жауап берейін, иә. Ол кәсіпкерлік нысан салынады ол здание, оның полностью акт приемкасы бар, декларация соответствиясы бар, иә. Оның барлығын ГАСКиге тіркейді, ГАСК дейтін бізде уполномоченный орган бар. Ол тіркеген кезде барлығын қарайды. Есть предложение, предложение. Сол жаңағы ГАСК-ның бірге мына мүгедектігі бар адам, мысалы соқырмын, мен көзім көрмеймін, мен соқырмын, ақсақ бір тоқсақ деге, соларды ГАСК списіне кіргізсін де, ана объект тапсырған жерде айбек барында салады. Енді сіздің айтқаныңыз дұрыс, бірақ та енді президенттің қолдауымен мораторий жариялап жатыр осы уақытқа дейін. Кіші және орта бизнеске. Мораторий бітті ғой. Осы уақытқа дейін деймін, осы уақытқа дейін. Мораторий біткенде уже 10 ай болды қайда. Оны енді осы мәселені қозғап жаса беру керек. Оны прокуратураға. Сіздер де сол мәселе кіргізіңдер. Біз бар ғой, біз құрылыс басқармасы, больница, школа, детсад, сондай нелерді саламыз. Біз обязательно ол жерге пандус, тактильный плитка, звонок бәрін салдыртамыз. Үйлер салынатын үйлер қайда? Жоқ, біз мысалы құрылыс басқармасы. Елдана, анянда да, елдана бірден. Жоқ, онан жаңағы ГАСК дейтін мекеме қарайды оны. Оны ГАСК қарайды. Біз ана социальный әлеуметтік мекемелерді саламыз. Қазір коммерческий объект салса да, ол хозяин, ол документте ГАСКіден ананың бәрін орындарын ала алмайды. Вот каким-то образом алып тұр оның барлығын. Жоқ, каким-то образом ол алып тұр болса. Қаралай, ертеңгі сағат 11-ге ГАСКты табыңдар, сосын административный полицияны шақырыңдаршы. Неге тікелей бара салмайсыз? ГАСК-ның мәселесі ғой тікелей ГАСК-ге. ГАСК-ге Или сіз прокуратураға баратын болсаңыз, барлық уполномоченный орган өздері шақырып алады. Ернар, сен жаңа айтып отырсың ғой. Прокуратура жұмыс жасамай жатыр ғой. Не, бізде ондай полномочий жоқ біріншіден. Екіншіден, қазір былай ғой, өзің білесің. Кәсіпкерлердің объектілерінің барлығын кәсіпкерліктегі берді. Образованияның объектілерінің барлығын образованияға берді. Негізгі қазір заң солай. Былтыр біз жиналыс жасап айттық оның барлығын деген. Здравоохранениенің объектілерін здравоохранение жауап береді, потому что ақшам бәрі солардан шығады. Видишь, ол... Осы уақытқа дейін бірақ андай болып берді ғой, сіздер қарайтын болдыңыздар ғой, сағасына декларация. Жоқ, содан кейінгі барып декларациясын қарайды ғой, соның көбі... Олай болса, мына коммерческий структура магазиндердің барлығы... Кәсіпкерлікке қарайды, Маратаға, вообще функция солай, сіз білесіз ғой? Білгендігі енді айбек білмей тұр оны. Қазір мен сіздеге құттай жаңағы сізбен бірге жұмыс жасап жүрдік қой, бәлен жылдан бері облыс әкімінің жаңағы біздің көмекші ретінде облыс әкімінің осы тағайындап жаңа совет ретінде. Енді сіз жаңағы осы объекттер бар ғой, айтып жатыр ғой, например, мектеп, например, мысалға мектепте неге жаңағы мүгедектігі бар осындай адамдарға жаңағы не салынбайды деп сұрағанда, бұл сұрақтың барлығы образованияның банағы білім беру басқармасы бар, АБУП мысалға. Мектептің барлығы АБУПқа қарай ма, АБУП жауап береді. Енді ертең күнгі АБУПтары бар ма? Бәрін шақырамыз. Жоқ, бізге тапсырма берсін. Жасан Орақович келсін. Ол бүгін түнде келіп менде сағат 11-ге. Областной пойдешь косом, городской шаг. Конечно. Городское образование на местах жұмыс жасайды. Аға, Марат аға, Айбек былай ғой. Объект где находится, сол жердің жергілікті жері жауап береді. Негізгі солай, заңдылығы өзінің. Мысалға, мана айтып жатыр ғой, Infinity Mall, жаңағы Айбектің айтып отырған, Мешіс, Байзар, тағы төртінші объект не затет? Infinity, Байзар. Осы төрт объектіні жазды ма, мысалға, кеше ана жолаушылар деген соларды шақырды ғой, басшылар, дұрыс. Солар деген соларды тіркейтін де солар, қабылдайтын да солар. Көріп түсіп па, Марат аға? Мына жерге барып, біз барып, сен мына жерде не қабылдадың десіп қарасақ, біздің управлениенің онда қолы жоқ. Біз түсінбейміз оны. Біз өзіміз қоғамды өзіміз білеміз. Жоқ, мысалы айтып жатырғаным. Жоқ, кім Құрал апа? Ол мына біз дейтін ештеңе деп жатқан жоқ. Біз мына қалалық әлеуметтік еңбек әлеуметтік қорғау департаменті жоқ қой. Біз облыстыққа жазып тұрмыз. Соответственно, бұл кісілерге жазып тұрмын. Мен ары қарай мүмкіндігі шектеулі адам ретінде мен араласпаймын. Кім не істеп жатыр, қалай істеп жатыр, қайдан табады, қалай табады, ол маған қызықтырмайды. Мен бардым, мүмкіндік шектеулі адам ретінде асханаға кірдім, қолжетімді орта жоқ, барып тамақ ала алмадым өзім, туалетке барып қолым жуа алмадым, болды. Мен фотоға түсірдім, хатқа жаздым да бұл кісілерге бердім.
бұл кісілер енді өз тарапынан жұмыс жасай алмай отыр, яғни бейін таба алмаймыз дейді. Енді мен бағана айтып отқан сол тұтынушы кодексінде құттай арыз түсті ма, сендер неге қарай алмайсыздар ма? Сол мана бейін проблема болып тұр ғой, бейін. Былай ғой әңгіме. Бұл кісіден 24 адам объектіге түседі. 100 объекті түседі. Кмарт магазин деп тұр. Осындай магазин адресте орналасқан. Болды. Дальше заявление сол. Біз аламыз да жібереміз, запрос жібереміз. Осыны бізге сіз магазинге қарамайсыз ба? Біз қалай қараймыз? Қалай қарайсың? Біз бірінші через прокуратура ғой бізде бәрі. Сен саған арыз түсті. Проверканы ашу үшін вот енді қараңыз. Бізге ана магазиннің регистрацияның данныйлары керек қой. Оның Камарт магазин емес, например, ол ИП, например, Айбекке тиесілі, например, магазин. Сол кезде біз аламыз да жібереміз запрос, кімге тиесілі, кімді анықтау керек. И алады налогы бізге бермейді кімдікі екенін. Ответ бермейді вообще. И получается, біз через прокуратура оларға біз мысалы көрдік былайда мысалы хабарламаны апардық та айттық. Давайте бізге регистрационный данныйлар бере қойыңдар, біз проверка ашамыз дедік. Олар сразу айтты, сіздердің үстеріңізден жауап түсіреміз, сіздер проверка ашып келіп тұрған жоқсыз бізге деді. Сіз біздің құқығымызды шектеп жатсыздар. Адресу жіберуге болмайды. Баға адресу жеріп тұрып қой барлығын. Магазин осындай, баға адресі осындай деп жеріп тұр. Олар проверкаға бейін көрсету керек қой, оны сен прокуратура просто так тіркемейсің ғой. Олар несіне бермей тұр. Неофициальный тауып керексіздер ғой. Неофициальный, вот біз бардық қой, магазинде заттарын алып налоговыға да ескертті. 102 келсе оғастар ма, осындай арыз түсіріп бар ғой, өзіңізге айтқан емес. При хорошем желании все можно идти. Проблема емес. Өзіңізде андай проверка ашуға желание бар болса тауып алып жатырсыз. Проверка ашып Сосын екінші вопрос болса, мониторинг болса, мониторинг бізде. Мониторинг бойынша қайта шығамыз ғой бұйыртса Айбекпен. Үш адамда шығамыз. Рабхат та барлығы да білет бұл мәселе бойынша. Екінші вопрос бойынша бұл кісінің. Сол мен сізге ұсынысымыз департаменттен бізде енді. Ринат, не қоса аласыздар? Мына турт көріп төгіп отырғанда. Қосымша айталатын бар ма? Недостатки? Жоқ, енді недостатки болғанда Айбектің арызы бойынша біздер қазір бүгінгі жинап отырамыз. Енді жаңағы мониторинг группаға біздер Аманат партиясы өздеріңіз білесіздер, жол картасы дейтін бар ғой, 5 жылға жасақталған. Соның ішінде көп нәрсе бар ғой, соның ішінде біреуі жаңағы кедергісіз келешек ортасы. Ішінде жаңағы объектілерді бейімдеу бойынша. Біздер енді ана Аманат партиясы жыл сайын 145-145 қойып берген объектіні, бірақ енді биылдан бастап қазір министерстводан Минтрудтан қосымша үстімізге түсіп отыр, яғни 265 мысалға нені бейімдеңіздер дейді, жаңағы нысанды бейімдеу керек дейді. Бірақ бір жылдың ішіне. Бірақ біз айтамыз, қазіргі таңда біз дейтін мына не бар ғой, мына бүткіл кәсіп объекттер бар, нысандарға біздер уведомлениеміз жібердік. Бірақ қазір кезінде мысалға олар қазір көп мына вопрос туындап отыр, неге декларация сіздерге келгенде неге сіздер қол қоясыздар қарамай деген сияқты. Бұл декларацияға мен қателеспесем 2022-ден бастап осы Сабез қалалыққа бізге түскен. Ал мына биыл қазір біз қарап отырған объекттеріміздің барлығы 145 дейміз ба, 264 дейміз ба, оның бәрі кезінде қабылданып кеткен ғимараттарда, кезінде нысандар коммерциялық. Енді біз оларға уведомление бердік, яғни мүмкіндігі шектеулі адамдардың, яғни барлығына жаңағыдай доступ болу керек. Спокойно кіріп, өздері шығу керек деген сияқты. Енді олардың барлығы қазір кезең-кезеңмен жайлап жасап жатыр, бірақ барлығы бірдей уақытында жасап жатқан жоқ. Даже біздің мынандай ғой, былтыр мынандай жұмыс болды бізде, қазір жалпы мәлімет беріп берейін. Мына қалалық, облыстық депутаттардың өзін қостық Аманат партиясының проектісі болғаннан кейін, сіздер де қосылыңыздар, бізбен бірге жүріңіздер. Себебі біздің қолымыз кішкене шектеулі. Біз де қана рекомендательный характерді бере аламыз да, бірақ проверка кішкене аша алмаймыз. Оны сіздер департаментпен де былтыр жұмыс жасамыз. Сонда былтыр департаментінде сіздер бізден хат түскен. Яғни сіздер оларға ескерту жаңағыдай не жасатқызулары үшін бізге арыз түсіріңіздер, бірақ бейінмен деді бірінші. Екінші фото-видео материалмен біз айттық, бізде фото-видео материал тауып береміз, проблема жоқ. Но жаңағыдай бейінге келгенде біз де тіреп қалдық. Біз жаңа кәсіпкерлікке де неге де жібердік, бізге де ответ берген жоқ. Ол жерде білмеймін неге екен. Сондықтан ол вопрос қалып қойды сіздерге. Бірақ енді биылға сіздерге мониторинг группа сіздерге қосуға хат жібердік, сіздерден отқаз келді. Яғни биылдан бастап сіздерде бір өздеріңізде функционал бір изменение болған екен. Яғни сіздер мониторинг группаның құрамына қоса алмайсыздар. Сонымен қатар сіздер тек қана проверканы ашасыздар, жаңағыдай жағдайда өздеріңіз айтып отқандай
бейін не болған жағдайда ғана, полный материал болған жағдайда ғана деп отырсыздар. Енді білмеймін, ол сіздердің қолдарыңызбен білетініңіз сияқты. Бірақ енді сіздерді біз қазір мониторинг группаға қоса алмадық. Енді мына былтыр құрылған мониторинг группа дұрыс дұрыс жұмыс жасамағаннан кейін біз қайтадан жасақтадық. Оның ішінде Марат аға да бар, Айбекте бар, қазір бүгін енді сол бойынша жиналып жатырмыз ғой. Енді осы мониторинг группамен алдағы жылда уақытты біз жұмыс жасай береміз, осылай кете береміз. Бірақ айтайын деген көптеген кәсіпкерлік нысандар ескертулер берілді, жаңағыдай біздің тарапымыздан айтылды оларға деймін. Бірақ енді олар енді уақытында жасамай отырғандар бар. Кезінде қалданып кеткен нысандар оның көбі деймін. Кәсіпкерлік бар ғой. Олар қолдарына сіз анықтама бір нәрсе беріп кетесіз. Немене береміз біз айтып яғни мүмкіндігі шектеулі адамдар ғой. Содан кейін соны, например, бүгін шықсақ, уақытымен мысалға мониторинг топқа бүгін шықсақ, содан кейін сонымен бойынша жаңағы уведомлениесін жасап, Айбекте мысалға арыз жазалар. Арыз жазып, осына жіберсе. Бірақ мынандай бар. Иә, қарайды. Арыз жазады ғой Айбек, қазір департаментке екінші вопрос туындап тұр. Дұрыс күнімен келді дейді. Жоқ, бұлайғы сіздер мониторингке барасыздар ғой. Сіздер барып тұрсыздар мониторингке барғаннан кейін ол кісінің сіздер дағдайын ала аласыздар ғой, көріп тұрсыз. Жоқ, біз барған мынандай. Сіздер бермей тұрған ғой. Біз мына қазір мониторинг группа құрылдық қой, барамыз ғой. Оларға біз жаса деп міндеттей алмаймыз. Біз просто түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Болу керек. Міне, мүгедектігі бар адам келіп тұр ғой. Спокойно кіріп шығу керек, жасаңыздар деген сияқты айтып кетеміз. Болды. Біз ағай тісімізді батырамаймыз. Данныйларын алу. Данныйлар бермейді ғой бізге, алып береді олар. Алуға болады ғой. Просто мынандай идеяда мен де просто. Кім Айгерім, Ақтілек, сіздер сан данныйларсыздер әкеліп сіздер вы хотите в тарелочку блюдочку? Сол әңгіме соны болып тұр ғой, сол дайын асқатын қазір. Сонда сіздер бұны не үшін тапқата олсыз? Неғып осылайсың? Енді ол біз білмейміз ғой, біз қарапайым халық ретінде бізге так дейтін. Біздер запрос бәрін жіберіп жасап тұрық қой. Біз былайда басқа да методпен де барып тұрық қой. Сөйтіп біз ала алмай тұрық қой. қайсы кәсіпкерлік па? Жоқ, налоговыйына қатын көңілге бола ма? Мына қараңыздар. Сол жерге бар ғой, мына жерге сол осы кісілерді шақыру керек еді. Налоговыйды шақыру керек? Иә, налоговый. Кім ответ беріп отыр? Неге бермей отыр деген. Иә. Тағы да бір маңдай отырысты, солардың көлемімен өткізу керек сияқты ғой деймін. Бәрін понятие болу үшін. Мына жерде кәсіпкерліктен келмеген ғой? Бар ма? Жоқ, басқада кәсіпкерліктің басқармасының. Өнеркәсіп па? Сіздікі тек біреуін лидерді тауып берген адам. Тауып берді ғой енді самылға. 25 Жаңа ішіне барын береді ғой жерде. Маған басқаша көрінеді просто. Юстициядан сұрап жүрсіздер. Юстиция сұрады, олар налогқа жібереді ғой. Налогқа сұраймыз, налог тек юрлицо бойынша береді информация. Кәсіпкерлікте бізге именно вот магазин осындай ма, соның ипсін тауып беру керек қой бізге. Потому что сот олардың жақтарында шығып отырған жағдайлар. Просто сіздер жалғызсыздар ғой. Жаңа кім Айгерім? Сіздер жалғызсыздар да. Сіздер мемлекет мекеме болғанмен мүмкіндігі шектеулі адам қоспайсыздар, сосын сондай батты ғой. Районнан, например, облыстан туып қалғандар бар. Ондай көп? Енді сіздер жақтан тексеріп проверка жасастар, сосын сотқа бересіздер. Штраф береді. Просто бұл жерде жоқ, оқыншы арт жағын, біздің берген неміз екеуін тек сондай тауып береді. Жоқ, адресін тауып, мынау сендер көшіріп тұр ғой, көшіріп. Сендер адресін беріп отырсыңдар? Иә. Адресін арнайы. Неге департамент полиция жазып қоймайсыз ғой, дәл осылай? Департамент полиция жазып сонда бұлар деген не болды? Сабат. Не тіркелмейді ме? Просто барлық специалисттер налог тіркелмейді шауып келеді ғой. Оларда жұмыс жасақ келмейді. Лишний раз. Ана жерде де көріп Ауылда бәрі бар ғой. лидердікі Қозғалыс келмеген жоқ олардың. қозғалыс келмейді тұр. Телефонмен соқ, Гуглда Жоқ, енді сол ғой, енді көріп тұрсыздар ғой. сіздер де гуглдан іздемей тұрсыздар тұр ғой. мынандай фотосын жібереді де бізге бебе спа дейді де. Сосын біз сөйтіп іздейміз. Біздің жерде эфир жазылып тұрған жоқ. Иә, бір название магазина. Сөйтіп іздейміз. Ешқандай ештеңе таба алмаймыз. Шиқа арман ғой, мына жерден Жоқ, оны ол жерде деген тек қана бір мекеме емес қой, бір мекеменің астарын алатын тіркейтіндер.
городскойда үйдің астарын алады ғой. Горфо Горфоға неге жазбайсыңдар? Горфо ЖКХ. Мына үйдің астында алатында солар жоқ. Акиматтың жасаң. Прокуратураға шықтық, прокуратураға шықтық. Ешқайсы жауап берген жоқ. жауап берген болар жаңағыдай ғой. Бермейді ғой просто. Жоқ, бұл былай болып тұр ғой. Мысалға зданиенің астындағы несі бар емес пе? Мысалға астындағы объектіні біреу Горфодан алды да, біреуге беріп сияқты. Біреу алды, бір предприниматель алды өз атында. Мысалы менің атында. Мен аламын да Құралайға арендаға беремін. Құралай алады да ішіне ремонт жасайды да, оны Қоңғалиға арендаға береді. Дұрыс па? Бере бер. Имеет право. Енді қараңыз. Бізге қайсысы керек? Мен керекпін ба, Құралай керек па? Сен керексің. Самый главный ресурс. Мен зданиені алдым, ремонт жасаған жоқпын. Ертең күні оның не болатынын білмеймін, Құралайға беріп тастадым. Сіз ғой енді алған оны. Главный собственник. Кәсіпкер керек қой. Кәсіпкер. Жоқ, мен алдым тұрсам. Құралай алады да оның ішіне. Магазин ашады. Магазин ашады, ремонт жасайды. Бірақ магазинді алады да Қоңғалиға беріп тастайды. Қоңғали ИП жұмыс жасап тұр ішінде. Өзінің жұмыс жасап. Қоңғалайды мен арендаға беріп отырмын. Мен жоқ, қайсымыз керек? Бізде гражданский кодекс бойынша 188 баптар меншік иесі барлық мына адамның несіне өміріне қауіп төнетін кезде ол жауап береді. Меншік иесі. Самое главное бұл жерде договорды қарау керек. Наймодатель меншік иесі ол юстицияда. Меншік иесі юстицияға біз жаздық меншік иесін, бірақ олар налогқа жібереді. Налог бар тапқанын береді, полностью бермейді. Ол юрлицо бойынша береді, а бізге ИПларды бермейді. Бәрі жұмыс жасақ істемейді, короче. Сол мен просто мына жерде ойлағам, егер сіз Айбек кіммен мониторинг қышатын болсаңыз мысалы ретінде, сіздер мониторингте мен жаңа айтып отырсыздар, енді түсініп отыр, просто оған дейін мен ойлап қойғам, что мониторингке шыққаннан кейін, мысалы сіздер оларға қандай да бір уведомление беріп кетсеңіз, онда срогі болады ғой, да? Қанша уақыт бересіздер? Әртүрлі ғой. Әртүрлі. Мен қазір күн салқында айтып бардым, мысалы кейбір мынандай моменттер бар да, мынандай пандустар бар, сіздің алдыңызда тұрғанда. Олар көп болса қазір октябрьдің ішінде уже жасап бітіру керек, себебі цемент бар, кебу керек деген сияқты ғой. Ал кейбір мынандай моменттер бар, мысалы мынандай айтып айналдырып сала алмайды, келмейді, себебі ғимараттың алды келмейді, кішкентай деген сияқты. Ана кейбір біздер қасымызда Сәтбаевтың қасында қай здание бізде бар, Аэрофинанс бар, подъемниктер бар ондай, сондай жасады. Ол 1,5 миллион ба, миллион ба, әртүрлі. Ол кәсіпкердің өзінің қаражатына байланысты ғой, қайғайса бюджеттен неге келеді ғой. Сондықтан біз ұсыныс бергенде олар айтады, бізге бір ай берейік, 2 ай берейік деген сияқты. Ол сырты шешіліп жатыр, проблема бар, ол бар, бірақ шешіліп жатыр, ол мәселе, ол ішкі мәселесі. Енді ішкі мәселесі мынандай бар. Ол қызмет көрсету саласына байланысы бар, яғни. Мысалға, мүгедектігі бар адам, ғимаратқа кіргенде мысалға, жаңағы коммерциялық неге, ол асхана бар мысалға, или там қызмет көрсету, шаштараз бар, монша дейікші жаса. 30 минуттан көп уақыт болатын болса, ол жерде даже әжетхананың өзі толықтай жасақталу керек. Есігі жаңағыдай 90 сантиметр болу керек, 70 емес мысалы бізге коляска спокойно шығу керек. Ішінде жаңағы пол үшін бұл керек ұстап тұратын жаңағы унитаз бар. Оның бәрін мысалы бізге декларациямен келгенде бізде бірінші декларация болу керек, соның бәрін қарап аламыз. Жоқ, бірінші айтып қояйын. Ал осыға дейін кетіп қалған объекттер бар, 22-ге дейінгі біз жауап береміз. Аяқтың сіздерге тиіп жатыр. Жоқ, 22-ге дейінгі қазіргі зданиялар бар ғой, көбі, шағын сотқа, оларға біз жауап бермейміз уже. Біз оларға как уведомление береміз, отправимыз департаментке. Мысалы, қазіргі заявление түсіп жатқандардың барлығы новый зданиялар. Жоқ, новыйға, қараңыздар, новыйға бізге келгендерде, біз апыз дейтін бар кейде. Көбінде болады, біреулерінде болмайды. Архитектурный планировщик задание еді ғой. Ішінде тұрады, 2-6 пунктінде тұрады мысалға. Сыртқа машина қоятын парковка, инвалидный знак, тактильный плитка деген сияқты общий бір жазады. Сосын 4-8 бар, 4-7 пунктте және тұр. Яғни Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес барлық жаңағыдай не жасалу керек деп общий жазылған. Оның ішінде мысалға сіздер айтқандай ғой, барлығы болу керек мысалға. Бірақ кейбір мысалы мектептерде кеше жасап жатыр ғой, асханасын жасап жатыр, или там жапсырма бірдеңе құрылыс жасап жатыр, апызда дым жоқ. Апызда ештеңе болмайтын болса мысалға, действительно көріп отырмыз ол жерге мысалы сайлау учаскесі мысалы мектептің ішінде көрсін да. Апызда жоқ. Мен не имеем права олардан сұрауға, жаса деп айта алмаймыз біз оған.
сондықтан ол біздің қолымызсыз газға қабылдай береді мысалы. Ол шынымен де солай. Даже мынандай бар, мына қаланың шетінде складтар бар, трансформатор сақтайтын не бар ғой, бетонный заводтар дейміз ғой жаңағындай. Ол жерге адам бармайды ғой мысалға. Ол тек қана рабочийлар болса, а оларда апыздар тұр. Біз айтамыз, сал дейміз, олар жылайды бізге, қуасыңдар ма, бізге бұндай адамдар келмейді. Қойып қоймайық, но болсын ол сендерде дейміз. Болды. Апыздар не тұр, біз сонымен қоямыз. Жоқ, жақсы қазіргі мына дүкен мәселелері. Қазіргі таңда магазин. Жаңадан ашылған. Құрметті мемлекеттік қызметкерлер, мына өздеріңіз ортаңызда мәселені бізге айтпай қойыңыздаршы, өтініш. Өздеріңіз ортаңызда нәрсені өздеріңіз аралас шешіп аласыздар. Біз мүмкіндігі шектеулі адам ретінде сіздерге арыз бердік па, ары қарай өздеріңіз талқылаңыздаршы. Себебі қазір дейтін бір-біріңіз айтып отырсыздар. Бірақ мен шын айтайын, онымен бас қатырғым келмейді. Себебі мен сіздерге арыз бердім ба, сіздер оны қадағалап, тиісті орынға жіберіңдер, табасыңдар ма, қайдан табасыңдар. Но бірақ сол мекеме тиісті орында, тиісті жерде сіздердің тараптарыңыздан ұйғарым берілу керек. Неге? Себебі ұйғарым беретін жалғыз мекеме сіздер. Ол біз қазір дейтін облыс советінің жанынан мониторинг группа шықсын, горсоветтің жанынан шықсын, кәсіпкерлік одан толық жоқ. Ол тек қана бір рекомендация, ол жасаса жасайды, жасамаса жасамайды. Именно мына жерде нәтиже көрсететін сіздер. Енді сіз мониторингке шықтыңыздар, сіздер уақыт бердіңіздер. Енді доказательство документтеріңізді мысалы жібермейсіздер. Олар рекомендация. Когда рекомендация бергенде даже уведомление өзінде данные жазбайсыздар ма несінде? Вообще жазбайсыздар. Уведомление, например, осындай деген сияқты ондай жазбайсыз. Сіз айтқандай ғой, біздерде оның данные болмайды. Біз тек қана аламыз да, жаңағы уведомление жалпы бір текстпен жазамыз да, мысалға, апарып береміз. Олар қарайды, қабылдап алады, олар жасау керек. Мысалы үшін біздің былтыр мынандай ол лидер магазин жоқ, супермаркеттер қалада неше 14 па 15 па объектісі бар, қателеспесем. Соның былтыр 5-6 ма жасап, қалған жасаған жоқ. Неге деп сұрағанда жаңағыдай арендаға алып отыр. Олар сол жаңағы арендаға беріп отырғанымен екеуі келісіп, анау, мынау жасайтын болып, сөйтіп жасаймыз деді биыл 24. Оны жайлап жасап жатыр олар. Әлі бітірген жоқ, оны да білеміз. Жоқ, сосын андай нәрсе ескерілу керек. Мысалы, лидерді алайық, авангардтағы екінші үйдің астында. Сыртында бар, ішінде жоқ. Ішін айналдырып жасау керек па? Негізі талап бойынша ішінде дүкендер витриналық ортасынан өткізіп, кәдімгі сөйтіп істеу керек қой. Олар істемейді. Сыртына бар, болды, жоқ. Еще сіздерге мысалы жаса, сіздерге фотосын жіберіп, міне баруға дейсіздер, баруға дейсіздер, бұл сонымен жалғыз. Олар мысалы айтады, біздер кассаны жасап қоямыз. Яғни ішінде келісіп біздің мамандар бар, өздері көмектеседі. Бірақ келесі қаржылықтың несіне байланысты біз келесі жасаймыз дейді мысалы. Олардың енді қаржылығына қарау керек болады. Енді біз оған ештеңе айта алмаймыз. Енді қазір 3 айда шығамыз мониторингке, сосын соның қорытындысы бойынша уведомление етеміз десе, Айбек, егер де будут там проблемы, ары жазасыз. Жоқ, сосын олар кәсіпкер алады да сіздерді не істейді ғой. Не істейді бізді? Неге мүмкіндігі шектеулі адам госорганмен жүріп аралап жүр деген әңгіме туындап. Мониторингте уведомление беріп тұр ғой біздің